біз қазақ тілінің құқығын қорғаймыз, біз қазақ тілі үшін деп кеше Магнумға бойкот жариялап, сұмдық ешкім бармай, бір күшті болып атқан ек қой қазақтар. Бірақ 7 жасар қызда, Құлсарыда зорланып өлтірілді да. Жылағың келеді әкең ау. Ей, таратыңдар, жіберіңдер, мына блогерлер бәрің видео түсіріңдер әкең ау, өлім жазы. Біз дамымай-ақ қойық, шешесін сыйлайын. Дамыған елдің қатарына қосылмай-ақ қойық. Шаранадай періштедей қыз зорланып өлтіріліп жатыр әкең ау. Жым-жырт отырмыз бәріміз, шешесіне рахмет. Мен 500 мыңға жетіп мына TikTokта видеом блокқа жіберді, құлтап жатыр әкең ау. Кәдімгідей көрсетпей жатыр халыққа. Енді құрметті бауырлар, біз еліміз, жаңа қазақ тіліміз, біз қызымыздың, қыздарымыздың құқығын қорғап алайықшы. Ақиқатындашы, шешесін сыйлайым. Білмеймін енді, сөз жоқ мүлдем. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Қазақтар, мынау Алматыдағы егер дұрыс естісем, ақпаратты тегін концерт болып жатыр екен ғой. Тегін концерт болып жатыр екен. Мынау Астанада ма бір жерде оразаның кезінде ұяттың бәрін жеп қойып, жаңа осы мұсылман бауырларымыз енді сауап үшін деп бір кішкене бір сыйлық сәресіге бір ұмытпасам сондай не болу керек шатаспасам. Жаңа таңғы сәресіге не қағанда масқара болып еді. Ана Тәжікстаннан келген жаңа жем шидектерді қойған кезде мал сияқты таласып еді. Кеше оразаның кезінде де соны көрдік. Ана мороженныйдың жаңа бір тегін мороженое таратады деп ол жерде де көрдік. Жалпы біздің бойымызда қазақтың қасиеті өліп қалған бір тасбақа болыппыз біз негізше. Ар ұяттан жұрдай кәдімгі тіріп өліп болыппыз. Боқтай беріңдер, ұрса беріңдер, әкеле беріңдер. Намыс, мынау ұят болады ау, мынадан арлану деген дүниеден түк қамапты. Мына белсенділер, осы қоғам белсенділер жүр ғой, мысалы, қамалып батыр, өліп батыр, елдің ертеңі деп. Олар ешкімнен еш нәрсе сұрап атқан жоқ. Олар бір нәрсе сұрап атыр. Мынау сатқын жүйенің кетуін, және мына қазақ өзінікін сұрасын, беліңнен шыққан баланың болашағына алаңда, ей қазақ деп шырылдаған сорлар, өйткені олардың жүрегінде отанға деген махаббат, олардың жүрегінде ұрпаққа деген бір болашақ қалдырсақ деген бір сондай бір асыл арман бар да. Ал біздің тобыр ана Алматының жаңағы тегін концерт деп жатыр. Енді көшеде ине шаншар жер жоқ, ананы көріністі көрсең. Тобыр деп айтамын, тобыр тегіннің артынан жүрген. Мысалы, үйдегі жануарды асырайсың ғой. Ол қолыңдағы берген жеміңе, шөбіңе қарайды. Есігінің алдында итің де сондай. Міне біз сондай қазақ болдық. Боқтай беріңдер. Бірақ елдің болашағы үшін бір ауыз сөйлемейтін, елдің болашағы үшін анау қастарында концертке алып барып жүрген ұлдарың мен қыздарың ертең не болады? Бас қатырып отқан жоқсыңдар. Өйстіп айтса боқтайсыңдар, боқтай беріңдер. Қанша сият ауыздарына боқтай беріңдер. Тобыр өңшең. Сұрап жатыр қайта, қандай болжамдар бар, что-то айтпай қойдың последнее время деп. Алдын ала не болатын, сондайға үйреніп қалғаны сенің айтқаның шыға береді деп. Енді бір айға болжамдарымыз айтайын, не қызық болады, желілерде қандай жаңалықтар қайнайды деген сол мәселелерді. Бірінші, енді бір айдың ішіне Қытайларға Қазақстанда АЭС салуға Қытайлар отты, енді Қытайлар бастайды, соларға сол проект беріледі деп айтылады деп ойлаймын. Ол біріншісі. Екіншісі, Хасанның соты басталуы мүмкін, ол да үлкен резонанс тууы мүмкін. Үшіншісі, Қаржаубай енді мына бәрі бітті, енді араларымызда соттар бар, и оны да ойлаймын мен, өзің де сот күтеді. Тергеу жұмыстар жүріп жатыр, соған байланысты біраз
біз жаңалық естіп қаламыз деп ойлаймыз. Ол жерде центральный ключевой фигура Қаржаубай болады. Ол тергеуде, расследованияда, Құдай қаласа, сол дәлелденсе жақсы болады. И және не айтамыз, ақша сұрайды ол сендерден. Қаржаубай семьясы тағы да ақша сұрайды. Аналардан пәлен миллион, там моральный ущерб, ол аз, ол менен де мынау электрик па заңгер ма сол біреу жүр ғой, сол екеуі қосылып алып менен талап етіп жүр ақшаларды. Короче, тоймайды олар, сендерден обязательно тағы да сұрайды. Тегін істеп жүрім деген заңгерлер кеше сотта 500 000 теңге біздің жұмысымыз, сондай бірдеңкелер айтып нетіп жүр. Сол сөйтіп түсіндім мен, онша естілмеді. Короче, тегін деп, оказывается, ақшасы көп екен Қаржаубайды, заңгер жалдайды екен, шындық айтып жүрген адамдарды соттау, сотқа тарту, жауапқа тарту деген мақұл, оны көре береміз. Соттан да қорықпаймыз, түрмеден де ештеңеден қорықпаймыз, болар іс болады, көреміз енді. Сондай жаңалықтар болады. Обязательно олар айтады, мына әкімшілік салып берем деді, мынау спонсорлар салып берем деді. Мен ойлаймын, олар просто түсінді уже не болып жатқан. Спонсорлар ол жерде жүрген болса, көрген, шет жағадан сұрастырған, чөп-пачөп сұраған. Әкімшілікке және құзырлы органдарға айтарым, неужели сендер сол жерде бәрің жүріп байқамадыңдар, что үйде адам тұрды ма, тұрмады ма, тексеруге болмайды ма? Мақыл соседтерден сұрауға ұялсаңдар, хотя бы свет, газ, су соңғы 4-5 жылда вообще төленген ба? Вообще болған ба ол жерде ондай нәрсе? Соны сұрауға болмайды ма? Соны жақсылап сұрасаңдар, свет действительно төленген ба, төленбеген ба, адам тұрған ба ол жерде, тұрмаған ба? Соны жақсылап сұрап алыңдар. Может, как раз ол да жақсы жаңалық болады желдерде айтатын. Ассалаумағалейкум жақсылар. Көптен бері көкейімде жүрген бір сұрақтың жауабын тапқандай болдым. Осыдан бір 7 бұрын жолдас баламыздың әкесі дүниеден өтті. Соң қабірдің басына барып, мәйітті көміп жатқан кезде күректі қолға беруге болмай, жерге тастаңдар, әркім өз көтеріп алсын деп жатты ғой. Сонда қасымдағы жігіттер сұрады, енді ел ішінде жүрген ақынсың ғой, Нұрлан неге олай жасайды екен деп. Мен нақты жауабын айта алмадым. Сол жердегі имамнан сұрап едім. Қазақтың бір жай шығарған ырымы ғой деп жауап берді. Кеше ғана бір қариямен жолықтым. Сол қарияға осы сұрақты қойдым. Қарияның жауабы: жалпы адамның кеудесінен жаны шыққан кезде рух Алла тағаланың әміріменен періштелер 7 қат ілімді аралатып келеді дейді. Және сол мәйітті көміп жатқан кезде 7 метр биіктікте қарап тұрады дейді. Өзі көріп тұрады, таң қалып тұрады, мыналар не істеп жатыр деп. Мені көміп жатыр ғой деп бір уақытта мазасызданады дейді. Мені көмбеңдерші деп әрбір күрек ұстаған қолға жабысады екен. Егер күректі жерге тастайтын болсаңыз, ол тынышталады дейді. Егер қолма-қол беріп жіберетін болсаңыз, жаңағы адамға ауыртуы мүмкін, көп жағдайда қысылып құлап қалып жатады дейді. Қарияның берген жауабы осы болды. Сіздер қалай ойлайсыздар жалпы осыны?